Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен үй жағдайында пияздан луковый кольца жасаймыз. Ол өте қытырлақ, дәмді болады. Қазір сіздермен бірге жасап көреміз. Егер де видеомыз сіздерге ұнаған жағдайда подписаться етіп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пиязымызды осылайынша аршып алдық. Енді жасауға кірісеміз. Осындай кружочек кесіп аламыз. Осындай формада болу керек. Осылайынша бәрін түгелдей кесіп аламыз. Осылайынша ажыратып аламыз. Ішіндегі кішкентай дөңгелек жені қалдырамыз оларды. Үлкендерін аламыз. Міне осы пияздан жасалған кольцаларымызды қуыру үшін оған сұйықтық дайындаймыз. Оған азырақ су құямыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Судың үстіне 2 қасық ұн. Ұн саламыз. Енді араластырамыз. Жақсылап түйіршік қалмау керек. Осындай сұйықтықта болу керек. Араластырып алдым. Енді бұның үстіне азырақ приправа саламын. Паприка. Оның үстіне бұрыш саламын. Қара бұрыш. Қара бұрыш салдық. Енді араластырып аламыз. Оны да жақсылап. Осындай болды. Араластырып алдық. Дәмді болсын деп, енді оның үстіне азырақ қант саламыз. Шай қасықпен 2 қасық салдым. Оны да араластырып аламыз. Бәрін ерітіп, жақсылап араластырып алдым. Не жоқ. Бәрі сұйық қалпында болды. Тағы да бізге сухарики керек, панировочный. Енді тағы да жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны қосып, араластырып аламыз.
дайын болды. Міне осындай сұйықтығымыз. Енді майды қыздырамыз. Міне осы дайындаған сұйықтығымызға пиязды салып аламыз осылай. Одан кейін панировочный сухариға осылай жасап өстіп қоямыз. Майымыз қызып бітті. Енді осы майға қуырып аламыз. Міне пияздан жасалған луковый колсымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, қытырлақ болады. Астарыңыз дәмді болсын.